Ассалаумағалейкум достар, бүгінгі тақырып бізде артериалды қан қысымы неліктен пайда болады және оны қалай алдын алып емдеуге болатыны туралы толық ақпарат алатын боласыздар. Менімен бірге болыңыздар. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда көптеген адамдар қан қысымымен ауыратыны туралы белгілі. Ол не себептен болады? Біріншіден, стресстік жағдайлардың көп болуынан, немесе оның басқа да бір органдардың ауыру себебінен, қан диабеті болсын, артық салмақ болсын, бүйрек ауыру, бауыр ауыру, бастың ауруы, травманың әсерінен және де тағы да басқа аурулардың себебінен пайда болады. Немесе қазіргі таңда бұл артериалды гипертензия диагнозы 15 жастан бастап қойылып жатыр. Не себепті? Өйткені олардың ата-анасынан немесе ата-апасынан бұл аурудың болуы, яғни тұқым қуалаушылық белгілері пайда болуынан болып тұр. Бұл қан қысымы ауруын біз біріншілік эссенциалды немесе екіншілік арнайы бір органдардың патологиясынан пайда болуынан туындауы мүмкін екенін білеміз. Жалпы организмдегі үш құбылысқа байланысты біздің қан қысымымыз көтеріледі. Ол бізде жүректің тонусының өзгеруі, жалпы қан көлемінің өзгеруі және де қан тамырлардың қысымға қарсылықтарына байланысты. Қан тамыры, яғни коронарлы артерияларда бізде барорецепторлар орналасқан. Барорецепторлардың басты қызметі организмде қанның құрамында болатын катехоламиндерді және де әртүрлі химиялық заттарды, қанның құрамында болып жатқан өзгерістерді, қысымның әртүрлі болуын қадағалай отырып, ол туралы ақпаратты орталық жүйке жүйесіне жеткізіп отырады. Екінші бір қан қысымының пайда болу себебі ол бізде бүйректегі қан айналым жүйесінің бұзылуында болып табылады. Енді қан қысымының көтерілу механизміне келетін болсақ, бізде осы бүйректегі қан айналым жүйесі бұзылғандықтан бізде бүйректен ренин бөлініп шығады. Ренин бауырдан бөлінетін ангиотензиноген ферментін ангиотензин бірге айналдырады. Яғни ангиотензин 1, АПФ, яғни ангиотензин превращающий фермент, яғни ангиотензин айналдырушы ферменттің әсерінен ангиотензин 2-ге айналады. Ангиотензин 2 тікелей қан тамырында орналасқан ангиотензин 1 рецептормен байланысып, вазоконстрикция шақырып қан қысымын жоғарылатады. Екінші бір қасиеті ол ангиотензин 2 тікелей бүйрек үсті безіндегі минерал кортикоид альдостеронды бөле отырып, ол жердегі бүйрек шумақтағы натрий және судың қайтадан реабсорбциясын күшейтіп, біздегі жалпы қан айналым жүйесіндегі қанның көлемін, судың көлемін көбейтіп, яғни қан қысымының жоғарылауына себепкер болып табылады. Бұл үрдістің бәрі периферияда болатын үрдіс. Екінші бір қан қысымының көтерілетін себеп ол тікелей орталық жүйке жүйесіне әсер ету арқылы қан қысымы көтеріледі. Барорецепторлар қанның құрамындағы өзгерістерді байқап, олар тікелей орталық жүйке жүйесіне импульс береді, сигнал береді. Яғни сопақша мида бізде осы үстіге жауап беретін санитарлы жол ядросы орналасқан. Бұл ядрода бізде екі жол арқылы қан қысымын реттейді. Яғни ол біріншісі тежеуші клеткаға әсер ете отырып, ол тежеуші клетка барады, қан тамыр қозғалтқыш орталыққа әсер ете отырып, яғни ол тежеуші эффект көрсете отырып, қан тамырындағы L1 және L2 рецепторына әсер етеді де, сол себепті бізде қан қысымы көтеріледі. Бұл екінші бір жолы бізде санитарлы жол ядросы, ол тікелей нервус вагус, яғни кезбе нервке әсер етеді. Кезбе нерв бізде жүректе орналасқан М2, яғни мускулинге тәуелді екінші рецепторға әсер ете отырып, жүректің жиырылу минутын, яғни жүректің жұмысын күшейте отырып, қан қысымын жоғарылатады. Осы механизмдердің іске қосуынан бізде қан қысымы көтеріледі. Бұнымен қоса, бағана айтып кеткенде, екіншілік себеп ретінде біздің дұрыс тамақтанбауымыз, зиянды әдеттеріміз және де экология, стресстік жағдайлардың көп болуы осы үрдістердің барлығының қосылуына себепкер болады. Яғни осы үрдістердің алдын алу үшін немесе емдеу үшін біз ең алдымен ренин, ангиотензин, альдостерон жүйесіне әсер етеміз, яғни рас жүйесіне.
рас жүйесіне келетін болсақ, біз ең алдымен ингибитор АПФ дейді, яғни ангиотензин превращающий фермент. Осы ферментті біз тежеуіміз керек. Ол үшін бізде өздеріңізге белгілі каптоприл, энап, престариум, престанс, және фозинаприл, карлон секілді препараттарды ішіп жүрген шығарсыздар. Осы препараттардың бәрі, яғни ингибиторы АПФ. Олардың әсер ету механизмі қалай? Яғни бағана айтып кеткендей, бізге АПФ ангиотензин 1-ді ангиотензин 2-ге айналдыру үшін керек фермент болып табылатын. Егер де біз осы ангиотензин айналдырушы ферментті блок қойсақ, бізде ангиотензин 1 ангиотензин 2-ге айналмайды. Сөйтеді де, мына жақтағы болып жатқан үрдістердің бәрі тоқтатылып, бізде қан қысымы көтерілмейді. Екіншіден, бізде альфа-адреноблокаторлар. Альфа-адреноблокаторлар, олар именно альфа-1 және альфа-2 адренорецепторларға әсер етеді. Ескертсек, олар қайда орналасқан? Яғни біз альфа-1, альфа-2 тікелей қан тамырда орналасқан. Қан тамырда, жатырда орналасқан және қабырғалардың бұлшықеттерінде орналасқан. Қан тамырдағы рецепторларға әсер етеді, яғни оларға келетін импульстарды шектейді. Сол себепті бізде L1, L2 рецепторлары ешқандай импульсті қабылдамайды, бізде қан тамырында спазм болмайды, яғни қан қысымы сол себептен көтерілмейді. Үшінші бір препарат, ол бізде бета-адреноблокаторлар. Бізде бета-адреноблокаторлар өздеріңіз білетіндей бета-1, бета-2 түрі бар. Бета-1 адренорецепторлар көбінесе бізде ол жүректе орналасқан, ал бета-2 адренорецепторлар бронхта орналасқан. Сол себепті біз оларды селективті және селективті емес деп бөлеміз. Көбіне тек қана бета-1-ге әсер ететін препараттар қолданған жөн. Себебі бізде қан қысымына әсер ететін орган ол бізде жүрек, ал жүректе орналасқан рецептор ол бета-1 көп мөлшерде. Яғни бета-1 адреноблокаторлар бізде бисопролол, өздеріңіз білетіндей басқаша атауы қанқор. Яғни бета-1 адреноблокаторлардың әсері бізде жүректе орналасқан бета-1 адренорецепторларына әсер ете отырып, жүрекке түсетін күштің көлемін азайтады, жүректің соғу жиілігін азайтады және қан қысымын қалпына келтіреді. Төртінші бір топ бізде ангиотензин 2 рецепторларының блокаторлар, яғни оларды біз басқаша сартандар деп те атаймыз. Олардың видеоның басында айтып кеткендей, олар бізде, яғни ангиотензин 2-ның тікелей байланысатын рецепторлар болып табылады. Олар бізде қан тамырларында орналасқан және бүйрек үсті безінде орналасқан. Ангиотензин 2 байланысатын рецепторларды блок қойсақ, ангиотензин 2 тікелей қан тамырына база концентрициялық әсер көрсете алмай қалады, қан қысымы көтерілмейді. Екінші бұл әсері ангиотензин 2 өздеріңіз білетіндей бүйрек үсті безіндегі альдостеронға әсер ететін. Бұл эффектте тежеледі, яғни бүйрек үсті безіне әсер етпейді. Сол себепті бізде натрий және су реабсорбцияланбайды да, қан қысымы жоғарыланбайды. Бұл препараттарға бізге лазартан жатады. Келесі бір топ ингибиторы рениннің ингибиторлары, яғни олар тікелей бүйрекке әсер етіп, рениннің бөлінуіне әсер етеді. Бұл жерде ренин бізде бета-1 рецепторларын ынталану арқылы бөлінетін. Сол себепті біз бета-1 адренорецепторларын блоктау арқылы ренинді сыртқа шығармайды. Ренин бүйректен бөлініп шықпағандықтан ол ангиотензин 1-ге айналмайды. Ары қарай бұл үрдіс мына жерде тоқталып қалады. Ангиотензин 1 ангиотензин 2-ге айналмайды, ангиотензин 2 қан тамырларына әсер етпейді, жалпы қан қысымын көтермейді. Бұл препараттар бізде алескилен препарат болып табылады. Видеоның басында айтып кеткендей, қан қысымының пайда болуы әртүрлі жағдайға байланысты. Кей кезде бізде рениннің мөлшері қанның көлемінде көбеймей ақта қан қысымы көтеріңкі болады. Сол кезде алдарымызда тұрған препараттар көмектеспейді. Себебі бізде қан қысымын шақырып тұрған себеп рениннің бөліну болып тұрған жоқ. Рениннің мөлшері аз. Біз егер рениннің мөлшері аз болса, мына үрдіс іске қосылмайды. Сол себепті біз ондай қан қысымы жоғары болған кезде
диуретиктерді және де кальций антагонистерін береміз. Яғни кальций антагонистері бізде қан тамырдың бірыңғай салалы бұлшықеттеріне тікелей әсер ете отырып қан қысымын төмендетеді және де ол жүректердегі кальциум миоциттердің арасындағы кальцийларға әсер етіп қан қысымын төмендетеді. Кальцийдің бұл жерде басты маңызы қан тамыры мен жүректе орналасқан бұлшықеттердің жиырылуын төмендетеді. Яғни кальций бізде активный миозин элементтерінің байланысуына кедергі жасайды. Оған шығатын препараттар нифедипин, амлодипин, караним өздеріңіз білетіндей орталық жүйке жүйесіне әсер ету арқылы да біз қан қысымын төмендете аламыз. Ол үшін бізге клонидин, максонидин, өздеріңіз білетіндей физиотенс препараттарын қолдану арқылы қан қысымын төмендетеміз. Олардың эффективтілігі қандай? Мәселен, максонидин бізде солитарлы жол ядросында орналасқан L2 адреналин рецепторлары мен имидазол бірінші типті рецепторларына әсер етеді де, олар өз кезегінен нервус вагусқа әсер етеді және де қан тамырларының L2 адреналин рецепторларына әсер ете отырып қан қысымын төмендетеді. Екінші бір топ ол физиотенс. Физиотенс көбінесе ол имидазолин бірінші типті рецепторларына әсер ете отырып нервус вагус арқылы жүрекке әсер етеді. Яғни жүрекке түсетін қанның көлемін азайтады және жүректің жиырылу жиілігін төмендетеді. Яғни орталық жүйке жүйесіне әсер ететін препараттар бізде клофелин, ол альфа-2, клофелин немесе клонидин, ол альфа-2 адреналин рецепторларға әсер етеді көбіне. Ал физиотенс, ол бізде имидазолин рецепторларының бірінші типіне әсер етеді. Үшіншісі ол допедит, көбінесе осы жүкті әйелдерде немесе босанғаннан кейін пайда болатын қан қысымын төмендету үшін қолданатын препарат болып табылады. Келесі бір топ ол ганглия блокаторларға әсер ететін топ, ол пентамин препаратын айтсақ болады. Ол тек қана операция кезінде қан қысымын төмендету үшін қана қолданылады. Себебі бұның жанама әсері ортостатикалық коллапс шақырады. Яғни науқас бірден орнынан тұрған кезде есінен танып қалуы мүмкін. Яғни осы препараттардың ішінде қайсысы таңдаулы дейсіз ғой? Ол бізде көбінесе ИАПФ препараттары. Яғни бұл препараттар 10 күннен 1 айға дейін жиі қолдансаңыз, бұл препараттардың кардиопротективті, ангиопротективті, нефропротективті қасиеттері бар. Яғни ол дегеніміз жүрекке, қан тамырына, бүйректі қорғаушы эффект көрсетеді және де қан диабетімен ауыратын науқастарға осы препараттар тағайындаған өте пайдалы, өйткені инсулинге деген рецепторлардың белсенділігін жоғарылатады. Достар, қазіргі таңда қан қысымының көтерілу бізде көптеген ауруларды тудыруда. Яғни ол миокард инфаркты, инсульт және де параличтер. Ол аурудың алдын алу үшін, яғни біріншіден салауатты өмір салтын сүру керек. Тағамның құрамындағы майдың, тұздың, қанттың деңгейін төмендету керек. Және де зиянды әдеттер, ол бізде темекі шегу, алкогольді жиі қолдану және стрессті жағдайды азайтуымыз қажет. Және де тағы да бір маңызды мәселенің бірі ол дұрыс қан қысымын өлшей алу болып табылады. Егер де сіздер қан қысымын өлшей алуды білмесеңіздер, менің осы видеоның астында ссылка қалдырып кетемін. Қан қысымын өлшеп үйреніңіздер. Біз қан қысымын үш топтық деңгейге бөліп қарастырамыз. Яғни ол бірінші деңгейде қан қысымы 140/90 болу керек. Екінші деңгейде ол систолық қан қысымы 160, ал диастолық қан қысымы 100 мм сынап бағанасында болу керек. Ал үшінші степень бізде 180 мен 110-ның арасында болу қажет. Егер де сізде осындай артериялық қан қысымы байқалатын болса, сіздер өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізге хабарласыңыздар. Бұл өте қауіпті аурулардың бірі болып табылады. Егер сіздің қан қысымыңыз 180-нен жоғары болып көтеріліп кетсе, және де сіздің басыңыз айналып, шүйде аймағы қатты тартып ауыратын болса, және көзіңіздің алды қарауытып кетсе, міндетті түрде қан қысымын өлшеңізде. Егер де осындай көрсеткіштегі қан қысымы байқалатын болса, сіздер міндетті түрде жедел жәрдем шақырып, алғашқы көмек алыңыздар. Бірақ та адамның конституциялық жағдайына байланысты кейбір адамдар 140-тың өзінде
140-тың өзінде өздерін жайсыз сезінеді. Сол кездің өзінде сіздер алғашқы көмек алуларыңыз керек. Және де өздеріңіз үйлеріңізде міндетті түрде 25 мг каптоприл препараты болу қажет. Оны тіл астына күніне 3 рет қолдануға болады. Егер де басылмаса, міндетті түрде емделіңіз және жедел жәрдем шақырыңыз.